Just one night, all we got. 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 Ассалаумағалейкум ағайын, байланыста Картас YouTube арнасы, оның тұрақты жүргізушісі мен Ахмадиев Төлеген. Бүгін біз Картас Алматы автокөліктерді сату орталығына келдік. Қазақстанның автонарқында көліктер қымбат екенін барлығымызға мәлім, дегенмен Картас Алматы автокөліктерді сату орталығында көңілге қонымды бағалар табуға болатынын сізге дәлелдеуге тырысатын боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші көлік Opel Omega 1995 жылғы, қозғалтқышы 2 литр. Бұл автокөлік үшін 500 мың теңге сұрап отыр. Әрине 500 мың шақырымнан артық жүргені көрініп тұр, дегенмен бастапқы көлік үшін жаман емес. Кейінгі автокөлік бағасы жағынан тең, бірдей 500 мың теңгеге 89 жылғы 1,8 литрлі Mercedes 190, бұл да 500 мың теңге сұрап отыр. Кейінгі тағы бізде немістік автокөліктердің бір айқын және легендасы әйгілі Mercedes 124. Бұл 1 миллион сұрап тұр. 92 жылғы 2.6 өзінің жылдарында ең керемет мықты көліктердің бірі болған. Енді аз кем жөндеу жұмыстарын талап етеді, бірақ дегенмен 124-тің аты 124-қа ағайын. Келесі бізде Toyota Corolla 94 жылғы 1 миллион 100, 1.5 кішігірім көлік. Жаман емес жалпы. Сақталған сияқты. Corolla өлмейтін көліктердің бірі ғой. Келесі көліктердің бірі бұл 15, ВАЗ 2115, 2011 жылғы 1,5 литрлі, 1 миллион 200 сұрап тұр. Бұл да керемет жақсы нұсқа, келіп қарасаңыз болады. Барлығы өз орында. Жап-жақсы. Келесі әйгілі дрифт корчқа икемі бар. Жапондық самурайларының бірі, Toyota Mark II. 2 литрлі 96 жылғы 1 миллион 800 сұрап тұр. Аз кем жөндеу жұмыстарын талап етеді, бірақ бұл по мелочи, сондықтан өз бабында екен. Бастысы бізге қозғалтқыштың аман болғандығы ғой, ал шанақтық жұмыстарды әрқашан жасап алуға болады. Келесі таксистердің ең жақсы көретін нұсқалардың бірі бұл Nissan Primera 95 жылғы 900 мың теңге сұрап отыр. Ең қызығы бұл оң рульді автокөлік екен. Яғни бізде 1 миллионға дейінгі көліктер, 1 миллион, 2 миллионның арасындағы көліктер жайлы әңгіме жүргізіп жатырмыз. Немістер, жапондықтар, орыстар, барлығы осы қатарда. Келесі бұл 99. Бұл автокөлік шыққан жылы мен дүниеге келген болатынмын. ВАЗ 21099, 2004 жылғы 1.6, 700 мың теңге. Тиісінше механикалық қорапта. Келесі бізде Volkswagen Caravelle. Яғни бұл минивэн 91 жылғы 1 миллион 600 сұрап тұр. Өте жаман емес нұсқа. Сұқты жақсы, әдемі. Аз кем жөндеу жұмыстарын жүргізіп жүрсе, керемет көлік.
Картас Алматы автокөліктерді сату орталығында бағаларды біршама көтерейік, жылдарды біршама жаңартайық. Мынадай Nissan Note тұр, 2007 жылғы 3 миллион 300 сұрап тұр. Автомат қорабытында қалалық жағдайда керемет автокөлік. Nissan Note-ға біршама өзімді көзім түсіп жүр. Бірақ дегенмен Nissan-ның иелері көбіне сатпайды ғой бұларды. Білет мықты көлік екенін. Келесі бізде FAV 2013 жылғы 2 миллион 300 мың сұрап тұр. Бұл да автоматтық трансмиссия. Жаман емес. Келесі көлік нақты назарларыңызға түсуі мүмкін. Бұл C классындағы Mercedes-Benz 280 94 жылғы 1 миллион 600. Жас жігіттерге іздеп жүрген көлікке таптырмайтын вариант, таптырмайтын нұсқалардың бірі. Мықты механикалық қорапта 2.8 жақсы көлік. Тек қана артқы багажникта бір аз кем өзінің минустары бар екен, дегенмен өз көріп тұрғандарыңызда келіп көрсеңіздер болады. Жақсы нұсқа. Келесі бізде дәстүрлі бүкіл халық жақсы көретін Volkswagen Polo. Ең қарапайым комплектация 2015 жылғы 4 миллион 400 мың сұрап тұр. Механикалық қорапта, автокөлікті енді үйреніп жүрген жігіттерге де бұл жақсы нұсқа. 4 миллион 400, әрине келсеңіз саудаласуға болады, бағасын аз кем түсіруге болады. Оны мен міндетті түрде айта кетемін. Opel Corsa 2007 жылғы 1 миллион 900. Түсі де өзінің ерекше екен. Кішігірім ғана. Қозғалтқыштың көлемі азғантай, қалаға таптырмас нұсқа. Қазақтардың ең жақсы көретін көліктерінің бірі бұл Toyota Camry 40, 2.4, 4 миллион 900 мың сұрап тұр. Түсі классикалық түс. Автомат трансмиссиясымен жақсы. Келесі бізде Jelly, ақ түстегі Jelly 1.8, 2014 жыл 2 миллион 600 мың сұрап тұр. Jelly'дің жанында Jelly'ге ұқсас Nissan Almera 2018 жылғы 1.8 литрлі 4 миллион 400 мың сұрап тұр. Құрметті көрермен, осымен Картас Алматы автокөліктерді сату орталығынан тікелей шолуымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада кездескенше өздеріңіз байқағанда ең арзан көліктен ең қымбат көлікке дейін аз кем шолуымызды жасап, аз кем мағлұмат бере кеттік. Біздің мекен жайымыз Төле би көшесі 296Г. Аста белгіленген нөмірге хабарлассаңыздар міндетті түрде біз сіздерге қайтадан жауап береміз. City Plus сауда орталығына қарама-қарсы көліктерді өз көзіңізбен келіп, Алматы қаласында болсаңыз, сатып алсаңыз болады. Темір тұлпарыңызды алғанға асығыңыз. Келесі аптада кездескенше.